Біздің заманымыздан бұрын 3-2 мыңжылдықтың аралығы энеолит, мыс тас дәуірі. Біздің заманымыздан бұрын 2 мыңжылдықтың басы қола, мыс пен қалайының қосындысы, қорытуды меңгеру. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдықтың басы темірді игеру басталды. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдық сақ тайпалық одақтарының өмір сүрген мерзімі. Біздің заманымыздан бұрын 1 мыңжылдық көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Біздің заманымыздан бұрын 8 ғасыр Қазақстан аумағындағы ең ежелгі сақ қорғандары. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырдың соңы көшпелі ғұн, яғни хунну тайпаларының билігіне мөденің келуі. Біздің заманымыздан бұрын 530 жыл сақ массагеттерінің парсы патшасы Керді талқандауы. 552-603 жылдар түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі. 603 және 704 жылдар батыс түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі. 704 және 756 жылдар түргеш қағанатының өмір сүрген мерзімі. 751 жыл Атлах, яғни Талас шайқасы. 756-940 жыл Қарлұқтар мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 870 жыл Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірге келген жылы. 942-1212 жылдар Қарахан мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 9 ғасырдың соңы 11 ғасырдың басы Қимақ мемлекетінің өмір сүрген мерзімі. 11 ғасыр Жүсіп Баласағұнидің Құтты білік поэмасы жазылған мерзімі. 12 ғасыр Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет еңбегінің жазылған мерзімі. 960 жыл Қарахан мемлекетінде ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялауы. 11 ғасырдың басы 13 ғасырдың басы Қыпшақ хандығының өмір сүрген мерзімі. 1312-1342 жылдар Алтын Ордада Өзбек ханның билік құрған жылдары. 1382 жыл Тоқтамыс хан Мәскеуді өртеп, орыс князьдарының салық төлеуін қалпына келтірген уақыт. 1428-1468 жылдар Әбілқайыр хандығының өмір сүрген мерзімі. 1465 Қазақ хандығының құрылуы. 16 ғасырдың басы Қасым ханның билік еткен уақыты. 14 ғасырдың ортасы, 16 ғасырдың басы Моғолстан мемлекетінің өмір сүрген жылдары. 1538-1580 жылдар Хақназар ханның билік еткен уақыты. 1582-83 және 98 жылдар аралығы Тәуекел ханның билік еткен уақыты. 16 ғасырдың соңы, 17 ғасырдың басы Есім ханның ескі жолы заңдарының шығуы. 1628-29 және 1652 жылдар аралығы Жәңгір ханның ел билеуі. 1643 жыл Орбұлақ шайқасы. 1680, 1715 немесе 18 жылдар Тәуке ханның билік еткен уақыты. 1726 жыл Ордабасыда бүкіл қазақты құрылтайдың өтуі. 1723 жыл Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның ұлы апат жылдары басталуы. 1726-28 жылдар Бұланты шайқасы. 1729-1730 Аңырақай шайқасы. 1771-1781 жылдар Абылайдың Қазақ хандығының басқарған жылдары. 1783-1797 жылдар Сырымда Атылының бастаған ұлт-азаттық көтерілісі. 1822 жыл Сібір қырғыздары, яғни қазақтары туралы жарғының қабылдануы. 1824 жыл Орынбор қырғыздары, яғни қазақтары жөніндегі жарғының қабылдануы. 1802-1847 жылдар Кенесары Қасымұлының өмір сүрген жылдары. 1835-1865 жылдар Шоқан Уәлихановтың өмір сүрген жылдары. 1837-1847 жылдар Кенесары Қасымұлының бастаған көтерілісі. 1841-1889 жылдар Ыбырай Алтынсариннің өмір сүрген жылдары. 1845-1904 жылдар қазақтың ұлы ақыны, ойшылы әрі ағартушысы Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары. 19 ғасырдың 50 жылдары патшалық Ресейге қарсы Жанқожа Нұрмұхамедұлының көтерілісі. 1858 және 1931 жылдар аралығы Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір сүрген жылдары. 1866-1937 жылдар Әлихан Бөкейхановтың өмір сүрген уақыты. 1893 жыл Томсон ежелгі түркі жазбаларының құпиясын ашты. 1913-1918 жылдар Қазақ жалпы ұлттық газетінің шығуы. 1916 жыл Қазақстан және Орта Азиядағы ұлт-азаттық қозғалыс. 1917 жыл шілде Алаш партиясының құрылуы.
1917 жыл желтоқсан Орынбордағы екінші жалпы қазақтық съезі Алаш Орда үкіметінің құрылуы. 1919 жыл 10 шілде қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құрылған мерзім. 1920 жыл 26 тамыз Қырғыз яғни Қазақ АКСР-ның құрылуы туралы жарғысы қабылданды. 1925 жыл сәуір қазақ кеңестерінің 5-ші съезінде қазақ халқының тарихи атауы қалпына келтірілді. 1925 жыл қазақ АКСР астанасын Орынбордан Қызылордаға көшірілуі. 1925 жыл әнші Қашаубаев Парижде өткен дүниежүзілік көрмедегі этнографиялық концертте ән шырқаған жыл. 1926 жыл 13 қаңтар Қызылорда қаласында алғашқы қазақтың кәсіби театры ашылды. 1928 жыл алғашқы жоғары оқу орны Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ашылуы. 1929 жыл Қазақ АКСР астанасын Қызылорда қаласынан Алматы қаласына көшірілуі. 1931, 32 және 33 жылдар күштеп ұжымдастыру жылдарындағы жаппай ашаршылық. 1936 жыл Қазақ АКСР-ның одақтық республика болып қайта құрылуы. КАЗКСР. 1937-38 жылдар жаппай қуғын сүргіннің орын алуы. 1937 жыл Қазақ КСР Конституциясының қабылдануы. 1941 және 45 жылдар Ұлы Отан соғысы жылдары. 1946 жыл Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы. 1949 жыл Семей ядролық полигонындағы алғашқы атомдық жарылыс. 1949 жыл Мұхтар Әуезовке Абай романы үшін КСРО мемлекеттік сыйлығының берілуі. 1954 жыл тың және тыңайған жерлерді игерудің басталуы. 1946-1954 жылдар Шаяхметовтың КАЗКСР КПОК-ның бірінші хатшысы болған жылдары. 1959 жыл Теміртаудағы жұмысшылар толқуы. 1961 жыл Олжас Сүлейменовтің Адамға табын жер енді өлеңінің жарық көруі. 1960-62 және 64-86 жылдар аралығы Қонаевтың Қазақ КСР Компартиясы ОК бірінші хатшысы қызметі атқарған жылдары. 1963 жыл ядролық қаруларды атмосферада, ғарышта және су астында сынауға тыйым салу туралы келісім шарт. 1969 жыл Есік қорғаннан алтын адам табылуы. 1978 жыл КАЗКСР Конституциясының қабылдануы. 1979 жыл Целиноград қаласындағы Қазақстандағы неміс автономиясын құруға қарсы наразылық шеруі. 1986 жыл желтоқсан оқиғасы. 1988 жыл Құдайбердиев, Байтұрсынов, Жұмабаев, Аймауытов, Дулатовтың ақталуы. 1989 жыл шілде Қарағанды шахтерлерінің ереуілі. 1989 жыл Олжас Сүлейменов бастаған Невада-Семей экологиялық қозғалысының құрылуы. 1989 жыл тілдер туралы КАЗКСР заңының қабылдануы, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуы. 1990 жыл 25 қазан КАЗКСР-ның егемендігі туралы декларацияның қабылдануы. 1991 жыл 29 тамыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қоюы. 1991 жыл Қазақ КСР-ның алтын қоры мен алмаз қорының құрылуы. 1991 жыл 1 желтоқсан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүкіл халықтық сайлауда Қазақстан президенті болып сайлануы. 1991 жыл 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңының қабылдануы. 1992 жыл қазақтардың дүниежүзілік алғашқы құрылтайының өтуі. Алматы қаласы. 1992 жыл Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен елтаңбасының бекітілуі. 1992 жыл 2 наурыз Қазақстан Республикасының Біріккен ұлттар ұйымына толыққанды мүше болып қабылдануы. 1993 жыл 15 қараша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгенің енгізілуі. 1995 жыл 30 тамыз бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституциясының қабылдануы, яғни Конституция күні. 1997 жыл жалпы ұлттық татулық пен қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы. 1997 жыл Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілуі. 1999 жыл ЮНЕСКО шешімімен Астана қаласына бейбітшілік қаласы мәртебесінің берілуі. 2010 жыл Қазақстан ЕқО-ға төрағалық етуі. 2011 жыл Қазақстанда 7-ші қысқы Азияда
ойындарының өткізілуі. 2017 жыл Қазақстанда дүниежүзілік экспо көрмесінің өткізілуі. 2019 жыл Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануы.